Ал балалар, бүгінгі адалдық сағатымыздың тақырыбы адал өмір сүру, абзал қасиет деп аталады балалар. Бүгінгі сабағымызда біз адалдық туралы ой бөлісетін боламыз. Жалпы адалдық дегеніміз не, ол қандай қасиет, адал адам қандай болады, адалдық қай кезде көрініс табады, адалдық дегеніміз қандай құндылық екенін ортаға салып, бүгін өз пікірлерімізді айтамыз. Алдымен біз бүгін адалдық жайында пара алу, халыққа тиесілі қаржыны заңсыз иемдену, жемқорлық, қоғам дамуына тежеу болып елдің өркендеуіне кедергі келтіретін факторлар. Осыған ұқсас заңсыз әрекеттерге ертеректе қазақ халқы адалдық, парасаттылық, әділдік, сенім деген ұғымдар арқылы тосқауыл бола білген. Ар мен намысты тоқ еткен азаматтар өзіне тиесілі болмаған дүниеге өзгені және болашағына дамыту дегенге әсер етеді. Адал адамның өзіне және өзгеге сыйлауы осылай көрсетіледі. Яғни адал адамдардың арасында не болады? Бір-біріне сенім болады, иә? Адал адамдардың арасында біз өзімізді жайлы сезінеміз ба? Иә? Ішкі жан дүниемізде тыныштық болады ғой, адалдық жүрген жерде, солай ғой? Иә? Адалдық деген тағы адалдық туралы кім? Адалдық адамгершіліктің аса маңызды талаптарының бірін бейнелейтін моральдық қасиет. Мысалы, шыншылдық, әділдік және уәдесінде тұрғыш адамдар жаныңа жақын болса, оларға әрдайым сенімді боласыз. Сенім арқылы. Жақсы, Гүлжайна айтады. Адалдық біздің жан дүниемізден басталады. Ол адаммен қарым-қатынаста және іс-әрекетімізде көрінеді. Адал адамға сенім артуға болады. Оған қандай жағдайда күмән келтіруге болмайды. Адалдығы бар адамның рахымы мол болады. Жақсы, тамаша. Иә. Бекжан, адалдық туралы не ойлайсың? Қалай ойлайсың? Адалдық бар жерде адам жүреді. Өзіне де өзгеге де шындық айтады деді. Шындық айтады дегенде ауыр болса да ол тартынбайды. Иә. Қазақ даласында ата заңына айналған Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы асыл қасиеттердің сақталуына ерекше мән берген. Сен де өз құқықтарыңды сақтай отырып жемқорлыққа өзгеге өтірік айтпай, және де өзің де алладан сақ болған дұрыс. Барынша шындықты айтқан, тіпті ащы болса да. Және де өзінің адалдығын ұстап, ешкімді алдамауға, және де дұрыс жолмен жүруге тырысады.